Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақстандықтар? Мінекей сайлау өтті. Халық өз таңдауын жасай алды ма? Әрине, біз таза дауыспен өткендерді қолдаймыз. Сайлау әділ өткен жоқ. Біз әділдікке әділетсіз жолдарды әшкерелеумен жете аламыз. Не үшін? Әділеттілікті орнату үшін, халықтың санасы ояну үшін, және халықтың билікке деген сенімін арттыру үшін. Халық өз таңдауын жасай алмады. Керісінше, билік өз таңдауын жасады. Мемлекеттік қызметкерлер заң бұзды. Оған дәлел. Мінекей, бүгін мынау пәтерақы түбіртегін бір көршім тапсырды. Мінекей, көріп отырсыздар. Алсико, мінекей жанында нөмірлер жазылған. Мынаның ішінде пәтерақы иесінің есеп шоты, бұны біз ақтармай-ақ қояйық. Және ары қарай өтейік. Мінекей, қараңыздар. Мына жерде, мына скрепкаменен Алсикодан келген түбіртекке нөмірі 3-ші бір мандаттық аумақтық сайлау округінен кандидат болған Ермұрат Бапи мырзаның жарнамасы мінекей ілініп, мінекей көріңіздер, бірге келген. Мына жерде шығарған баспа көрсетілген. Одан бері қарай мінекей мекен жайы және мінекей таралымы 100 000 дана дейді. 100 000 дана. Айтыңыздаршы, қалай ойлайсыздар? Бұл дерек сайлау тәртібі ережесіне сай ма? Жоқ. Таңдауға бұйрық жасау адам құқына, еркін ойлауына қол сұғу. Сол себепті сайлау қайта өткізілсін. Немесе жоспар үшін ұрланған, әдейі адасқан дауыстар қаптарды ашу арқылы анықталсын.